Бұл қарапайым бір ана мысықтың тарихы. Ол да сен сияқты үйде отырды. Балалары уайымы, шаршауы көп. Кейде ол терезеге қарап, мен бұдан да артық өмір сүре аламын ғой деп ойлайтын. Бір күні ол шешім қабылдады. Телефонын алып оқуды бастады. Алғашында қиын болды. Балалар жылап, үй бытырап жатты. Бірақ ол берілмеді. Армандарын қағазға жазды. Күн сайын бір кішкентай қадам жасады. Сосын бір күн телефонына алғашқы хабарлама келді. Payment received. Оның көзіне жас келді. Бұл тек ақша емес еді. Бұл өзіне деген сенімнің оралуы болатын. Қазір ол тек ана емес. Ол үлгі. Балаларына армандаудың қорықпау екенін көрсетіп жүр. Есіңде болсын. Үйде отырып та өміріңді түбегейлі өзгертуге болады.